Қайырлы күн, достар. Мен бүгін қыздарымды салонға апардым. Процесті сіздермен бөлісейін деп шештім. Ал енді салондағы видеоларға кезек берейік. Әңгіменің барлығын Еркеназдан бастайын. Сол баяғы жан-жағына қарап, жатырқап, жылап отырды. Ал үш қызыма салонның атмосферасы ұнады. Көңіл күйлері керемет. Жазира бірінші рет салонға келіп тұр. Оған дейін мен өзім үйден қырқып беретінмін. Бұл жолы салонға апарайын деп шештім. Ал Аймерекенің шашын әжептеуір үлкендеу қылып қырықтырдық. Балапан шаштары өсіп кәдімгідей шаш болған, ал бұрынғы шашы жұқарып әбіршіп кетті. Осылайынан түп-түзу қып қырқып алдық. Өзіне ұнады. Ал мына жерде Жазира отырды. Маған қарап қайта-қайта күле береді ғой, өзіне ұнап отыр. Бұрында білесіздер ма, бізде жылына бір-ақ рет алатындығын, не только салон тақырбас қылып алатындығын, сол бір жылға жететіндігін, келесі жылға дейін өсіп тұрады, келесі жылы қайтып қырқып тақырбас қылып жіберетін еді ғой. Бұлай бояу да, қырқу да салонда жоқ. Қалай жарасып тұр ма Жазираға? Айзерені мен түсірмегем ау деймін, оның тек шашының ұшын ғана алдық. Қатты қырықпаңыз дедім. Ал мынау біздің Жазикоштың розовый түске бояйтын шашын күйдіріп жатырмыз. Бұлар садикте ғой енді. Балабақшада жүре береді, ештеме етпейді. Бұнда Айзеренкін қайтып бояуға тура келеді. Ал мына жерде Жазикоштың шашы өзінше болып тұр ғой. Ал мына біздің Айзеренің шашы барлығына бірдей істетіп алдым. Үлкен қыз болып кеткен ғой кәдімгідей. Осы екі ортада Еркеназ деген жылап, сонымен мен үйге қайтып кеттім. Қыздарым, өздерің үйге келе бересіңдер, болмаса өзім алып кетеміз деп. Сонымен біз Еркеназ екеуміз үйге қайттық. Мына Айзере жүр. Ал енді мына біздің модница. Біздің үйде шортикті таңдайды, футболканы таңдайды бұл қыз. Резинкінің әдемісін таққысы келеді. Жүзік тағып жүреді, қолына тастамай. Бір модница болайын деп тұр бұл қыз. Мастерге мынау шашыма көптеу розовый жағыңыз деп айтып қояды ғой. Осылай, төбесіндегі розовыйларды көрдіңіздер ма? Бояған кезде үйдің қасына соғып түсіріп тұрдым. Результат, қалай шыққан результат? Ең бастысы өздеріне ұнады. Все, давайте.